судан қорғану бөгеті 2,9 километр. Соны Калинтул жеке кәсіпкер желтоқсан айынан бастап осы жерде 2 километрге жуық балды қайтан көтеріп, бөгетті көтеріп, және 500 метр жерге қапшы салу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы ауылдық округ бойынша 2024 жылы білетіндей, су тасқыны кезінде ауыл сыртында жеке тұрғын үй, сонымен қоса балабақша ғимараты қалды. Сол ғимараттарды қайта бөгеттерін қайта жаңарту мақсатында жұмыстар толық атқарылды. Енді Талдыкөл ауылына кірме жол 2024 жылы суға кеткен болатын. Ол жұмыстарды жолды жасақтаушы мердігер компания AVS Limited мекемесі судың өткізгіштерді қайта жаңғыртып, жаңадан жол құрылысын қажетті су өткізетін материалдармен қамтамасыз етіп жатыр.